Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі біздің қозғайтын салт дәстүріміз ол сәлем салу дәстүрі. Жалпы сәлем салу дәстүрі ол қазақтың ежелден келе жатқан ең ескі, ең берік ұстанатын дәстүрлердің бірі болып саналады. Дана халқымыз сәлем салу туралы келесі мақалдарды ойлап тапқан. Сәлем сөздің анасы деген қазақ. Әдептіліктің белгісі иіліп сәлем бергені деген дана халқымыз. Бір күн дәм татқанға 40 күн сәлем бер деп өзінің бала шағасын үйреткен. Көрдіңіздер ме? Осыдан қазақ халқы сәлем салуға қандай үлкен, маңызды орын берген байқауға болады. Тіпті 20 ғасырдың басына дейін сәлем салуды қазақтың әйелдері, қыз келіншектер берік ұстанған екен. Мысалы, қазақтың тұңғыш суретшісі Әбілхан Қастеев Қыпшақтың батыры Амангелді Имановтың суретін салып, Қыпшақтардың ауылына апарып соны көрсеткен кезде, әгі суретке қарап, Қыпшақтың қыз келіншектері, апа әжелері иіліп сәлем берген екен. Көрдіңіздер ме? Тіпті суреттің өзіне сәлем берген. Яғни ол сол Амангелді батырға деген көрсеткен құрметі. Және де мына сәлем салуды қазіргі таңда ой, ол ескіліктің белгісі, сәлем салу дұрыс емес деп айтып жататын пікірлерді де көріп жатамыз. Менің ойымша сәлем салу, ол мына бір-біріміздің бетімізден шолып етіп, сүйіп жатқанға қарағанда әбден де бір әдептіліктің белгісі деп санаймын. Өйткені иіліп сәлем берген қандай, немесе жүгіріп келіп бас салып, құшақта бір-біріміздің бетімізден сүйгеніміз қандай. Қайнатасы келіннің бетінен, қайнапасы күйеу баласының бетінен шолып етіп, бас салып сүйген, ол сол дұрыс па, немесе иіліп құрмет көрсетіп сәлем салған дұрыс па? Енді осындай әдепсіздік болмау үшін біздің қазақ халқымыз сол сәлем салуды ойлап тапқан. Яғни келін кекірейіп, меншіл болмай, кішіреюді кіре салысымен үйренсін деген ниетпен дана халқымыз осы сәлем салу дәстүрін енгізген. Көрдіңіздер ме? Әр үлкен адамның алдында кішірейіп, сәлем бере берген сайын келін көкірегі де төмендеп, меншілдігі азайып, өзімшілдігі жоғала бастайды. Көрдіңіздер ме? Мысалы, үйге келді міне, әрбір келін үйге кіре салған кезде, қазақ айтады ғой, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан болады деп. Сол жаман қатынның деңгейіне жап-жастай өрімдей қызды келін болып келген кезде жаман қатынға айналдыратын өзімізбіз. Өйткені жап-жас өрімдей болып келген келін әр қайсына иіліп, сәлем беріп, құрмет көрсете берген сайын оның меншілдігі жоғалады. Оның көкірегі бүйтіп көтерілмейді. Ол керісінше еңкейіп, құрмет көрсетуге дағдыланады. Көрдіңіздер ме? Осыны біздің дана халқымыз керемет білген. Және де келін иіліп салған сайын, ол мына қайын жұртындағы үлкендерге деген құрметін білдіре берген сайын, міндетті түрде оларға деген құрметі де көбейе бастайды. Көрдіңдер ме? Ал қазіргі таңда, қазіргі не то, что сәлем салу, қазір даже амандасуға зар болып қалған жағдайларды көріп жатамыз ғой. Сондықтан да келіннің сәлем салуын біздің дана халқымыз бекерден бекер ойлап таппаған. Ол мына әулетке жаңадан қосылып жатқан жас қыздың, келін болып келіп жатқан жас келіншектің үлкендерге деген құрмет көрсетуге дағдылансын, солардың алдында иіліп, сәлем салып, өзінің меншілдігі мен өзінің көкірегін азайтуға дағдылансын деген ниетпен ойлап тапқан сәлем салуды. Көрдіңіздер ме? Ал енді мына жерде қазіргі таңда біздің қоғамымызда сәлем салу ол Аллаға сиыр қосу деген әсіре діншіл көзқараста бар. Енді бұларға келесі нәрсе айтқым келеді. Біріншіден, сәлем салу дәстүр ол ешқандай да шариғатқа қарама-қайшы деп айтамаймын мен. Неге дейсіздер ғой? Өйткені келін сәлем салған кезде басқа еркектерге көзіне тік қарамай, көзін төмен түсіріп, иіліп, сәлем беріп, құрмет көрсетеді. Осының өзі дұрыс емес пе? Осының өзі нағыз мұсылмандық тәрбие емес пе? Яғни сәлем салу ол ешқандай да құлшылық емес. Ол бүйтіп еңкейіп сәлем салған кезде ол жаңа құлшылық жасап тұрған жоқ. Ол амандасудың түрі екенін түсіну керек. Осы әсіре діншілдер. Яғни біздің қазақтың келіні иіліп сәлем салған кезде ол амандасып отыр. Ол тәртіптің, ол әдептің белгісі. Көрдіңіздер ме? Жүгіріп барып бір-бірінің шолпылдап бетінен сүйгенге қарағанда әдептілік көрсетіп, иіліп, көзін төмен түсіріп, сәлем салғанның өзі ол керемет дүние. Екіншіден, осы мына әсіре діншілдерге айтатыным, сәлем салған кезде міндетті түрде сол сәлемін алған адам сол келінге
бата жасайды. А бата дегеніміз не? Бата дегеніміз ол дұға. Ал дұға деген ол міндетті түрде исламдағы, мұсылмандықтағы негізгі элементтердің бірі. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да қалай сәлем салуды Аллаға серік қосу деп айтуға болады? Жоқ, бұл сенің алдыңа жас келін келіп, амандасқаны құрмет көрсетіп, сен сол құрметті қабылдап, соның сәлемін қабыл алып, керісінше сол сәлем беріп тұрған жас келінге жақсы, ізгі тілек білдіріп, дұға бата бересің. Көрдіңіздер ме? Бұл ешқандай да исламға қарама-қайшы деп айтуға болмайды. Үшіншіден, егер сәлем салуды біз құлшылық дейтіндей болсақ, онда жалпы есімізге түсірейік, қасиетті Құран кәрімде адам атаны Алла тағала жаратқан кезде періштелердің барлығына соның алдында тұрып сәлем бердіртеді. Білесіңдер ме? Егер естеріңе түсіретін болсаңыздар, Құран кәрімде Алла тағаланың бұйрығымен періштелердің барлығы адам атаға тұрып, жаңағы құрмет көрсетіп сәлем береді. Егер сәлем салудың өзі құлшылық болатындай болса, онда Алла тағала бүкіл періштелерді адам атаның алдында құрмет көрсетіп сәлем салдыртар ма еді? Әрине жоқ. Немесе сол қасиетті ислам дініміздегі ең бір ерекше пайғамбарлардың бірі болып саналатын Жүсіп пайғамбарымызды есімізге түсірейік. Жүсіп пайғамбардың алдына 11 жұлдыз, ай жұлдыздардың барлығы келіп сәлем бермей ме? Құрмет көрсетіп. Бұны да мысалы исламда біз мойындаймыз. Егер сәлем салу ол құлшылық болатындай болса, онда Жүсіп пайғамбар ай мен жұлдыздарды өзінің алдына келіп сәлем салдыртып құрмет көрсетер ме? Жоқ, әрине жоқ. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да сәлем салу ол ешқандай да ширк емес. Егер ол ширкке жататындай болса, онда Алла тағала періштелерге адамның алдында сәлем салып құрмет көрсетуіне тыйым салар еді. Бірақ ондай болған жоқ қой. Періштелер адам атаның алдына келіп, еліп сәлем салып құрмет көрсетті ғой. Алланың бұйрығымен көрсетті. Яғни бұл да бір құрметтің белгісі. Сондықтан да осылай қабылдау керек. Келесі төртіншіден, мына келіннің еліп сәлем салуын намаздағы рұқұққа теңеп жатады. Оғы бауырлар, бұндай қателік жіберуге болмайды. Рұқұқ дегеніміз не? Рұқұқ дегеніміз ол келесі үш талапқа сай болған іс-қимылды ғана біз рұқұқ дейміз. Бірінші, ол рұқұқ дегеніміз, яғни 90 градусқа бейтіп еңкею, 90 градусқа. Солай намаз уақытында, намазда тұрған кезде 90 градусқа еңкесек, ол рұқұқтың бірінші белгісі. Екінші, екі қолды алып тіземізге қоямыз, сол еңкейіп тұрған кезде. Бұл екінші сыртқы белгісі рұқұқтың. Үшіншісі, рұқұқта тұрған кезде арнайы айтылатын дұға бар. Субхан раббил азим деген. Бұл дұға оқылады. Міне осы үш талап орындалған кезде рұқұқ болып саналады. Яғни 90 градусқа иілу, екі қолды екі тізеге қою, және субхан раббил азим деп айтқан дұға болса, бұл рұқұқ деп саналады. Ал енді сәлем салуға келейік. Сәлем салу кезінде 90 градусқа иіл деген талап бар ма? Егер 90 градусқа келін еңкемесе, онда бұл сәлем болып саналмайды деген талап жоқ қой. Жоқ. Ол келін 90 градусқа иіле ме, 45 градусқа иіле ме, немесе тек басын ғана бетіп ие ме, ол өзінің еркінде. Нақты талап жоқ. Және ары қарай келетін болсақ, сол жаңа сәлем салу кезінде екі қол бетіп тізесінде тұру керек деген талап бар ма? Жоқ. Ондай ол келін сәлем салған кезде екі қолы екі тізесіне тимейді. Ондай тиіп тұрсын деген талап та жоқ. Және де үшіншіден де келін иіліп сәлем салған кезде нақты осындай ғана сөздер айту керек деген талап бар ма? Жоқ. Келін иіліп сәлем салған кезде сәлеметсіздер ма дейді, амансыздар ма дейді, сәлем бердік дейді. Сондай әртүрлі бір сөздерді айтады. Бірақ нақты мына сөз айтылсын деген талап жоқ. Сондықтан да сәлем салу мен намаздағы рұқұқты екеуін бір-біріне ұқсату деген ол үлкен қателік. Ол және үлкен қате деп санаймын. Сондықтан да сәлем салудың басты мақсаты ол үлкенге құрмет көрсету. Ал рұқұқ болса, ол Алланың алдында өзіңнің құл екеніңді мойындау. Осы екеуін шатастырмаңдар ағайын. Сәлем салу амандасу салты, ал рұқұқ деген ол Алланы мойындау, Алланың алдында өзіңнің құл екеніңді мойындаудың белгісі. Сондықтан екеуін шатастыруға болмайды. Және де бесіншіден де осы әсіре діншілдерге айта кететін нәрсе, мына араб елдерінде, әсіресе осы араб елдерінде, не де ол біздің Қазақстанда да бар, осы мұсылман елдерінде, және де бұл сахих хадистермен дәлелденген, және де қазірде көріп жатырмыз бұны, исламда әсіре тақуа адамдарға келіп бүйтіп еңкейіп солардың қолынан сүю дәстүрі бар.
Мысалы араб елдерінде шейхтардың қолынан сүйеді. Ал енді сен шейхтің қолынан сүю үшін сен міндетті түрде еңкейесің ғой. Бұл әлгі исламдағы тақуаға үлкен бір құрмет көрсетудің бір белгісі болып саналады. Бет ананың қолынан сүю. Көрдіңіздер ме? Бұл егер сәлем салуды біз Аллаға сирк қосу дейтінде болсақ, онда жаңағы арабтардың, шейхтардың алдында еңкейіп тұрып олардың қолынан сүю, ол не? Ол да жанды, оны да Аллаға сирк қосу деп атауымыз керек. Жоқ, сонда біздің әсіре діншілдер айтып жатады, жоқ, тақуа адамдардың алдында еңкейіп солардың қолын сүю, ол оларға құрмет көрсету, ал келіннің сәлем салуы, ол Аллаға сирк қосу деп бізді шатастырады. Көрдіңіздер ме? Жоқ ағайын. Келіннің сәлем салуы да және де жаңағы исламдағы тақуа адамдардың қолын сүю де ол құрмет көрсету белгісі деп аталу керек. Бітті, оған солай қарау керек. Ол ешқандай да Аллаға серік қосу болып саналмайды. Көрдіңіздер ме? Ал енді ары қарай келетін болсақ, алтыншыдан мына біздің әсіре діншілдеріміз келесі бір хадисті білу керек та. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның заманында бір Ханафия деген өте бір батыр қыз өмір сүріпті. Және де ол батыр қыз мына мұсылмандарға қарсы соғысқан екен. Сол мұсылмандарға қарсы соғыстардың бірінде жаңағы Ханафия деген батыр қыз қолға түседі дегенде ешкімнен ешқандай сахабадан жеңіліп көрмеген жаңа Ханафия қыз Хазірет Али, яғни пайғамбарымыздың сүйікті күйеу баласы Хазірет Алидің қолынан ғана жеңіліп тұтқынға түседі екенде. Тұтқынға түскен кезде енді осындай батыр қызды ислам жағына тарту үшін оған жаңағы мұсылман бол деп оған ұсыныс жасайды екенде, ол тұтқында жатқан кезде. Бұл хадис. Сонда жаңағы Ханафия қыз бүйтіп айтады екен: "Иә, мен мұсылмандықты қабылдаймын, бірақ ол үшін мені ең бірінші пайғамбардың алдына алып барыңдар" дейді екен. Сөйтіп жаңағы Ханафия деген қызды Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына алып барады екен. Сол кезде Ханафия қыз пайғамбарға қарап айтады екен: "Уа Құдайдың пайғамбары, Алланың пайғамбары, мен мұсылмандықты қабылдаймын, егер сен менің 3 шартымды орындасаң" дейді екен. Сөйтсе Расулалла айтады екен: "Қандай шарттарың?" деп. Сөйтсе ана Ханафия деген қыз айтады екен: "Бірінші талабым ол жаңағы мені жеңген, мен осыған дейін ешкімнен жеңіліп көрмеп едім, бірақ мені жеңген жігіт ол нағыз батыр, яғни сол батырға мені тұрмысқа бересің" деп айтады. Пайғамбар тұрады да: "Я, жарайды, орындаймыз, екінші талабың қандай?" дейді. "Екінші талабым" дейді жаңа Ханафия қыз бүйтіп айтады: "Сол некемізден туған балаға менің және Расулалла сенің есіміңді қосып, бірге екеуміздің есімімізді қосып, сол балаға сондай ат қоямыз. Соған келісесің бе?" дейді. Расулалла тұрады да: "Я, жарайды, оған да келісем" дейді. "Үшінші шартың қандай?" дейді. Сол кезде Ханафия қыз тұрады да айтады: "Үшінші шартым, пайғамбар сені көрген сайын мен иіліп саған сәлем салуға рұқсат ет. Бұл менің деген Алланың сүйікті де соңғы пайғамбарына деген құрмет белгім болсын" дейді. Сөйтіп пайғамбар оны да қабыл алдым дейді. Сөйтіп жаңағы екеу келіскеннен кейін Ханафия деген батыр қызды Хазірет Алиға тұрмысқа береді екен, некесін қиып пайғамбар. Сол некеден ұл бала туылған кезде оған Мұхаммед Ханафия деген есім беріледі. Және де үшіншіден Ханафия қыз пайғамбарды қай кезде көрсе де иіліп соған сәлем береді екен. Сол сәлем берген кезде пайғамбарымыз әгі Ханафияға қарап тұрып: "Бақытты бол, аман бол, ғұмырың ұзақ болсын" деп керісінше жаңағы дұға береді екен. Сондықтан да осы әсіре діншілдерге айтқым келетіні, сәлем салу және де сол сәлем салып тұрған кішкентай қыз келіншектерге, келіндеріне дұға жасау, ол пайғамбарымыздан келе жатқан сүндет деп айтуға болады. Көрдіңіздер ме? Ал енді осы сәлем салудың маңызына келетін болсақ, біз қазіргі таңда мына темекі шегетін, арақ ішетін, өзінің арыларын ақшаға сататын, үлкенді сыйламайтын, ұлттық намыстан жұрдай болып кетіп, неше түрлі Қытайлар мен африкалықтарға тұрмысқа шығып жатқан қыз келіншектер қайдан пайда болды дейміз. Оған біз өзіміз кінәліміз. Өйткені сол сәлем салу, үлкенге құрмет көрсету, кішіге ізет көрсету, үлкенді сыйлау, дәстүрді ұстану деген нәрселерді біз оларға үйретпегенбіз. Сондықтан да жастарымыз бұзылып жатыр. Ал сол үлкен бір салт дәстүрдің бірі сәлем салу еді. Сен өзіңнің анаңның үлкенге қалай құрмет көрсетіп тұрғанын көрсең, анаңның үлкенге қалай сәлем салып тұрғанын көрсең, міндетті түрде сен де солай тәрбиеленесің. Көрдіңдер ме? Сондықтан да жастарымыз мықты болсын десек, жастарымыз қазақи болсын десек, қазақтың дәстүрін мықтап ұстану керек. Ал енді жалпы сәлем салуға келетін болсақ, жалпы сәлем салудан бірақ қыз келіншектер екі жағдайда босатылған екен.
Бірінші жағдай ол жаңа қыз келіншектерге қай кезде уақытша сәлем салудан босатылады. Біріншісі ол аяқ ауыр кезінде, яғни екі қабат болған кезде. Қыз келіншектер, келіндер екі қабат болған кезде үлкен сол әулеттің ақсақалдары мен апа аталары айтады екен, қарағым болды, аман есен босанғанша жаңағы қиналып сәлем бермей-ақ қой. Көрдіңдер ма? Сондықтан да осы екі қабат әйелге сәлем салу уақытша босатылған екен. Және де мына қайнағалар, сол әулеттің үлкендері ана келінді ыңғайсыз жағдайға қалтырмау үшін енді ойлаңдар, екі қабат әйел келе жатыр, алдынан қайнағасы шығып қалды. Анау қайнағасына сәлем беріп дағдыланған келін, я жарайды, мен екі қабатым, мені босатты ғой десе де, бірақ дегенмен де ол қалыптасып жатқан дәстүр болғандықтан ол сәлем бергісі келеді. Сондықтан да осындай ыңғайсыз жағдайға екі қабат әйелді қалдырмау үшін сол әулеттің үлкендері ана жас келінмен кездеспеуге тырысқан екен де. Көрдіңдер ме? Бұл бірінші жағдай. Яғни екі қабат кезінде келіндерге сәлем салуға уақытша босатылған. Ал екінші жағдай, күйеу қайтыс болып, сол қайтыс болған күйеуінің жылдығын бергенше әйел адам сәлем беруден босатылған. Яғни бір әйел адамның күйеуі қайтыс болып кетсе, сол қайтыс болған күйеуінің жылдық асын бергенше әгі әйел ешкімге сәлем салмаған. Ешқандай жаңағы үлкендерге, күйеуінің туған туысқандарына ешкімге сәлем салмаған. Кейін күйеуінің аман есен жылдық асын бергеннен кейін, және де сол астан кейін әмеңгерлік дәстүрмен қайтыс болған күйеуінің туыстарының біріне қайтадан тұрмыс құрғаннан кейін әлгі әйел қайтадан сәлем сала беретін болған. Көрдіңдер ма? Сондықтан да қазақтың сәлем салу дәстүрі ол үлкен бір ғылым. Оны білмегендіктен әсіре діншілдердің артынан еріп, бұл деген исламға қарама-қайшы, бұл деген жаңағы Құдайға серік қосу деген сияқты бір қателіктерге ермеңдер ағайын. Сәлем салуды қолдау керек, өйткені бұл қазақилықтың дәстүрі, бұл әдептіліктің белгісі. Сондықтан да қыз қарындастарымызды сәлем беруге дағдыландырайық. Ертең қызым, сен үлкен бір әулетке барасың, сол әулеттің келіні боласың. Ол әулеттің міндетті түрде үлкендері болады. Сол үлкендерге сәлем салып, құрметіңді көрсет деп үйреткен қыздарымыз ертең сол тұрмыс құрған кезде керемет бір келін болып, қандай тәрбиелі қыз деген атаққа бізді жетелейді. Көрдіңдер ма? Сондықтан да құрметті ағайын, сәлем салу ол ешқандай да ширк емес, ол ешқандай да шариғатқа қарама-қайшы емес, ол біздің қазақтың салт дәстүрі. Өмір бақи мұсылман болған біздің ата-бабаларымыз ширк болатындай немесе шариғатқа қарама-қайшы болатындай дәстүрді ешқашан ойлап таппаған. Сондықтан да сәлем салу керек ағайын.